Мен Закирова Шахбану Серікқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беру мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Мен таңдап отқан мамандық Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі саласында қызмет ету. Бұл мамандықтағы басты мақсаты елдің қауіпсіздігін қорғауға, халыққа көмектесуге ниетім. Менің ойымша, бұл мамандық өте жауапты әрі құрметті мамандықтардың бірі. Мен Серік Зәкірұлы дене тәрбиесі пәні мұғалімі болып, өз мамандығымды жауапкершілікпен таңдадым. Қазіргі уақытта мен осы салада Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектебінде жұмыс жасап жатырмын. Мен Каканова Жанар Рамазанқызы, Амангелді аудандық ауруханасының бас дәрігерінің міндетін атқарамын. Осы саладағы тәжірибем 28 жыл. Учаскелік педиатр дәрігер, одан кейін балалар бөлімшесінің меңгерушісі, одан кейін бас дәрігердің орынбасары ретінде қызмет жасадым. Біздің ауруханамыздың басты мақсаты Амангелді ауданының халқына сапалы қолжетімді медициналық көмек көрсету. Менің есімім Сейдина Жаңагүл Зәкірқызы. Ақмола облысы Есіл ауданы Бөресіне жалпы білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілімім осы мектепте істеп жатқаныма 17 жыл, жалпы мұғалімдік өтілімім 27 жыл. Педагог сарапшымын. Осы жұмыс істеп жатқан мектебім таза орыс сыныбы. Орыс балаларын қазақ тіліне үйретіп, қазақ тілін дәріптеуге, құрметтеуге тәрбиелеп жатырмыз. Мұғалім ұрпақтың жарық жұлдызы, ұстаздың еңбегі ұрпақтың болашағы. Мен Дүленова Гүлжан Қасқырбекқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Қалалық педагогикалық университетінің физика білім беру бағдарламасының аға оқытушысымын. Мен мұғаліммін. Бұл жай ғана мамандық емес, бұл жүрекпен таңдалатын жол. Себебі мұғалім болу дегеніміз болашақпен күн сайын жүздесу, әр шәкірттің жан дүниесіне жарық жағу. Мен осы жолды таңдадым. Өйткені білім беру ең үлкен жауапкершілік, әрі ең үлкен құрмет деп білемін. Сондықтан мен өз таңдауымды мақтан етемін. Менің есімім Райымбек, Астана қаласы бойынша ауданының халыққа қызмет көрсету бөлімінің маманы болып табыламын. Біздің қызметіміз негізі халыққа сапалы әрі тез қызмет көрсету. Мен Закиров Нұрислам Сағынғалиұлы, Қостанай қалалық фтизиопульмонология орталығының эпидемиолог және де мониторинг бағалау тобының басшысымын. Қызмет жолын қысқаша айта кететін болсам, 2017 жылы Астана медицина университетін тәмамдап, туберкулез саласына үлесімді қосуға бел будым. Қазіргі таңда еңбек өтілімім 9 жылға таяп қалды. Медицина саласы өте қызықты, абыройлы мамандықтардың бірі. Сондықтан да артымнан еріп келе жатқан іні қарындастарыма медицина саласын таңдап, еліміздің медицина саласына үлестерін қосуға және де осы мамандықты бірге жұмыс атқаруға шақырамын. Мен Закир Санжар Сагынгалиевич, Амангелді аудандық полиция бөлімі тергеу бөлімшесінің аға тергеушісімін. Тергеушінің негізгі міндеті қылмыстық істерді тергеп тексеру болып табылады. Мен Сәбитбек Гүлбаян Амантайқызы, Амангелді ауданы полиция бөлімінің тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес тобының аға инспекторы. Менің жұмыстағы мақсатым әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау және отбасылық жанжалдарды алдын алу. Мамандық таңдау әр адамның болашағын анықтайтын шешім. Сондықтан мамандықты жүрек қалауымен таңдап, сол жолда аянбай еңбек ету қажет.